Неше жасар? Жаңа ақшаны Құлама. Әрбір қазақ жалғызым дейді бізде. Бізде принцип сондай. Құлама. Ал, айналайын. Асқор бала шағаңды асырап Маңдай терін сыпырып отырып бағып қағады. Бірақ зато кейін өскеннен кейін ол белгілі бір азамат болса, соның рахатын көреді. Түсіндің ба? Әзірше сенікі уақытша сынақ, ертең ол қыздарың өссе, сен өзің бақытты болып кетесің. Сол үшін мына әпшелерің бар, ағаларың бар, көкелерің бар, аталарың бар. Осындай тірлікке біз кірісіп жатқан жағдайымыз. Біз қазір оны 6-7 жыл болды істеп жатқанымыз ондай тірлікке, сауап береді. Бірақ шариғатта айтқан, бір қолыңның берген, бір қолың көрмесін дейді. Біз жарияға айтпаймыз еш жерде. Өз-өзіміз білемізді қоямыз. Сондықтан аналай уақытша сынаққа шыда, сынба, балдарыңды жақсылап бақ. Ас-ауқаттан табылып жатса, мына апамыз хабарласып. Әр уақытта дайынбыз еді, қолымыздан көмегімізді береміз. Құрметті түркістандықтар, мынау түркітілдес мемлекеттердің рухани астанасынан сөйлеп тұрмыз. Түркістан қалалық ақсақалдар алқасының төрағасы, мен фамилиям Күшібаев Жұмаділдә Жүнісбекұлы. Бүгін мынау президентіміз жариялаған Наурыздың 10 күндігінің 7-ші күні. Мынау атамыз қазақта 7 саны қасиетті сан. 7 қазына деп жатамыз, 7 атаңды біл деп жатамыз. Сондықтан бүгін 7-ші күнгі мынау әлсіз топтарға көмек беруге өзіміз ниеттен соны таратып жатқан жағдайымыз бар. Мынау менің қасымда тұрған орынбасарларыммен қалалық ақсақалдар алқасының мүшелері, осы кісілердің ұйымдастыруымен бүгінгі таңда 7 отбасына азық-түлік таратып жатырмыз. Азық-түліктің барлық түрі бар ішінде. Тұрғындарға, әлсіз топтарға, асыраушысынан айырылған азаматтарға, азаматшаларға азық-түлік таратып жатқан жағдайымыз бар. Әлі бұнымен шектеліп қалмаймыз. Мына ораза айының соңына жақын, осы айдың соңына таман бір 15-20 жаңа әлсіз топтардың ата-аналарына, әлсіз топтарға азық-түліктен көмек береміз. Осы жалғыз менің арқам емес, осы қыздар мен жігіттердің арқасында ұйымдастырушылар.